Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз кеуде бұлшықеттерін жаттықтыратын боламыз. Жаттығу барысында сіздерге барлық білген кеңестермен және жаттығулардың техникаларын ашық, анық түрде айтатын боламын. Олай болса, бізде бірінші жаттығу жимнау клоне штангымен орындалады. Жатып штангыны көтереміз. Осындай 40-30 градустағы столда жатып орындайтын боламыз. Бірінші грифтің өзімен разминка жасауымыз. Грифтің өз салмағы 10 келі. Сонымен бір 10-15 қайталым жасап разминка жасау боламыз. Енді достар, сәл салмақ қосып жасаймыз. 10 келілік тастарды салатын боламыз. Ал енді достар, бір 10-12 қайталым жасайтын боламын. Алдында сосын әр подход сайын салмақты шетінен жайлап көбейтіп отырамыз. Міне достар, разминка болды. Енді жайлап салмақты подход сайын көбейтіп отырамыз. Енді 7 килограммдық салмақты 7 килограммнан қосып жасайтын боламыз. 7 килограммнан қостым, салмақ бұл жерде 42. Ары қарай жасай беретін боламыз. Ал достар, разминкамыз бітті, енді ары қарай рабочий подходқа да келіп жеттік. Ал достар, соңғы рабочий салмақ жасайық деп отырық. Тағы 5 килограмм қосамыз. Общий салмақ 47 болады. Ал көрейік енді. Хоп. 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 Өте ауыр кетті достар. Енді тағы 2 подход 30 салмақпен жасайтын боламын. Ал достар, бізде екінші жаттығу кеуденің ортаңғы бөлігіне жақсы әсер етеді. Гантельмен орындаймын. Бірінші разминка ретінде жасап алып, ары қарай салмақты бұда да ары қарай қосып жасайтын боламыз. Кеттік. Достар, немесе дәл осы жаттығуды штангымен алмастырса да болады. Бірақ маған осы гантельмен жасаған ұнайды, сондықтан мен гантельмен жасаймын. Міне достар, сіздерге бір жақсы айтар кеңесім бар. Осы жимлеу жаттығуында бізде үй жағдайында жасасақ, егерде үй жағдайында жүзеге асатын кеңес. Міне осындай турникқа менде штанга ілінеді. Осы турникқа менде жіп байланған. Бұл жіп страховка жасап тұрады. Үйде жалғыз өзім тренировка жасаған кезде, егерде көтере алмай қалған жағдай болса, осы жіп сақтап болады. Міне достар, осылайынан жатып, егерде соңғы подходтар болған кезде жасай алмай қалған жағдайда көтеріп, егерде жасай алмай қалған жағдайда жіберіп
астынан осылай шығып кетуге болады. Үй жағдайында жасалатын ең керемет страховка. Достар, бізде кеуденің астыңғы бөлігіне арналған жаттығу. Осы столда жатып, төмен қарай жатып, осылайынан гантельді көтеретін боламыз. Бұл жаттығуды да 4 подход 15 қайталымнан жасайтын боламын. Міне мына түрде орындалады. Бұлай жасаған кезде кеуденің астыңғы бөлігіне жақсы әсер етеді. Міне достар, осылай 4 подход жасайтын боламын. Достар, бізде соңғы жаттығу кроссовердің орнына, міне осы мендегі жалғыз кроссовер. Ең соңында жаттығудың соңында, круг тренировкасының соңында осы кроссоверді бір жақтан тартатын боламын. Себебі менде бір-ақ жақты болған соң, осы бір жақтан кезек-кезек тартатын боламын. Бұны тартқан кезде бізде үстіңгі, ортаңғы, төменгі 3 бөлігі де жақсы іске қосылады, және де өзі ауырып тұрған бұлшықетті одан сайын давить етіп тастаймыз. Міне осылай алып, бір жақты кроссовермен жасайтын боламыз. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Егер де видео ұнаса, каналға жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бүгін групп тренировкасы болды. Келесі видеода осы групп тренировкасының үй жағдайында ешқандай гантель штангысыз жасалатын түрін қалсаңыздар, комментарийға жазып отырыңыздар. Және де бүгін ең маңызды деген жаттығуларды көрсеттім. Және гантельмен разводка, тағы да 1-2 жаттығу қалып кетті, бірақтан олар қатты маңызды емес. Ең негізгі деген жаттығуларды көрсеттім. Ал қалған жаттығуларды алдағы уақытта да көрсететін боламын. Олай болса достар, видеомыз соңына жетті. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.